Балық ауыр болды ма не? Иә, капец ауыр екен. Қалай енді? Балық аулауын қалай екен? Өмірінде бірінші рет па? Иә. Қалай балық аулауын қалай? Қалай ауладыңыз? Неге болды? Екеуінде жоқ, мен басына отырып. Иә. Жанерке лучше. Жақсымын. Алғашқы кезден басталды. Балық аулау. Иә. Не дейсіз? Бағана Бауыржан айтқандай бар ғой, барлығын бір ыдысқа салу керек еді, содан барып мына бөлу керек еді шелектерге ше. Сол кезде дұрыс болатын еді. Сол кезде кімнің магниті істейді, кімнің магниті тұрмас едік те, жұмыс нақты болатын еді. Кімге магнит ілінді, сол әкеп шарты дұрыс болатын еді да. Қазір енді мынау миға толып жатыр. Анау ілінбейді дейді, мынау ілінеді дейді. Енді қандай не қолданатындарын білмей тұрмын. Түсінікті, рахмет. Магазинге келіп едік. Баласына киім қарап өліп бара жатыр ғой. Мен Айлинге қарап жатсам, бұл Эмерге алып жатыр ғой. Алып жатыр. Қызына алу деген жоқ басында. Ол есім білмейді ғой әлі. Анау бала есім білмесе киім алмау керек басында. Қыздар қырындайды, қыздарға қарайды. Әлі ерте қызға. Эмерге не бар екен деп көріп жатыр. Ялмай. Дикуная қарап отырмын. Точно? Дикуная таппай жатырмын. Папалар сондай ма негізі? Бірінші оқ баласына қарай ма? Мен кішкене ренжіп қалам, Айлинге бір нәрсе алмасышы. Қалайсыздар, достар, қалдарыңыз қалай? Ауылдан келіп ұйықта қалып және де гифті жаңағыдай нетіп кеттім да, қолға алмай кеттім, потому что ауылда вообще сет деген ұстамайды. Не интернетке кіре алмайсың, не инстаграм, даже ватсаппен нормально сөйлесе алмайсың. И Алматыға бүгін келдік, қолға алып жатырмын. Давайте, достар, менің подписки бөліміндегі барлық достарыма тіркелетін болсаңыздар, сіздерге 10 000 теңге ойнатып жатырмын. Тезірек үлгеріп қалыңыздар. Пост арқылы, яғни соңғы салған посттың астына тіркелдім деп жазып, үш досыңызды белгілесеңіз және де тіркелдім деп жазсаңыз, стоп арқылы шешетін боламыз. Сол адамға 10 000 теңге беретін болады. Таңғы асқа жұмыртқа жеп алып, түскі асқа каша жеп отырмын деп кім ойлаған? Ханға ояна салып, өзі 12-ден аса оянды. Мама, кашу хочу деді. Привет дейді хан. Ужан. В общем, сонымен каша жеп отырмыз. Бір тарелка. Бізге ас болсын ал. Еще баяғыдай қант қоспаймыз. Хан, күшті ме екен? Иә. Ас болсын.